Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің тақырыбымыз буға күйіп қалғанда көрсетілетін алғашқы көмектер. Жалпы мамандар шала күйген терінің жазылуы қиын дейді. Мұндай жағдай ас үйде шаруасын істеп жүрген келіншектерде көбірек кездеседі. Сол кезде іле-шала осы емді жасайтын болсаңыз, жарақаттың тезірек жазылуына септігін тигізеді екен. Буға күйген жағдайда ас үйдегі мен айтатын заттармен тез арада ем жасауға болады. Ол қандай заттар? Біріншісі, бір дана жұмыртқаның, яғни шикі жұмыртқаның ақуызын көпіршітіп, яғни араластырып, күйген жерге жағасыз. Содан кейін бір дана шикі картоп немесе сәбізді үккіштен өткізіп, бір шай қасық балмен араластырып, күйген жерге таңатын болсаңыз, жарақаттың ізі де қалмайды. Алоэ жапырағы да буға күйген кезде өте қатты көмегін тигізеді. 3 дана алоэ жапырағын сығып, сөлін аласыз, сосын күйген теріге сіңдіріп, жағып қоясыз. Алоэ шырыны да терінің қалпына келуіне ықпал етеді. Ал ол болмаса, 4-5 қабатталған дәкеге айранды салып, яғни салқын айранды салып, күйген теріге жағасыз. Емді тәулігіне 2 сағат сайын ауыстырып отыру керек екен. Тағы да әдістері, буға күйген теріге кәдімгі ұнда керемет көмектеседі. Ол үшін ұнды зақымдалған орынға жағасыз, ауырғаны басылып, мазаңызды алмайтын болады. Тағы соңғы әдіс, кір сабынды үккіштен өткізіп, күйген теріге таңсаңыз, қызарғаны кетіп, ауырғаны басылады. Осы әдістерден бұрын сіздерге ескерту, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алғаныңыз дұрыс. Сонымен қатар, бұл әдістердің ішінде сіздерде белгілі бір өнімде аллергия болған жағдайда, онда сіздерге бұл әдіс кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің жалпы организміңізде қандай өнімдерге аллергияңыз бар, солардың барлығын анықтап барып жасаған дұрыс. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Деніміз сау болсын.